Информатика пәнінен ұбт-да келген мына тапсырманы бірге орындап көрейік. Мынандай логикалық формула берілген, осы формула үшін ақиқат кестесіндегі келесі мәндерді анықтауымыз қажет екен. Бірінші логикалық айнымалар саны дейді. Яғни бізде логикалық айнымалар саны ол бізде А, В және С. Үш түрлі логикалық айнымалы бар екен, яғни үшеу болады. Келесі жол саны дейді. Жол саны біз Хартли формуласымен анықтап аламыз. Яғни екінің бізде қанша айнымалы бар? Үш түрлі айнымалы бар, үш дәрежесі болады. Сонда бізде жол саны 8 болады екен, 8 деп қоямыз. Келесі формуладағы логикалық операциялардың саны дейді. Яғни логикалық операцияларды санап шығайық. Бірінші мына бізде бір дизъюнкция, екінші инверсия, үшінші дизъюнкция және төртінші дизъюнкция. Яғни төрт түрлі логикалық операциялар бар екен. Келесі баған саны дейді. Яғни қанша баған бар екен есептеп алуымыз қажет. Бізде баған саны анықтау үшін бізде логикалық операциялардың санына қосамыз логикалық айнымалардың саны. Яғни 4-ке 3-ті қоссақ бізге 7-ні береді. Яғни баған саны бізде 7-ге тең екен. Сонда дұрыс жауаптар бізде қайсына келді? 1 мен 2, 3 пен 8-ге, мынау А варианты, және 3 пен 4, 4 пен 7-ге, яғни Д вариантына сәйкес келеді екен.